Мәскеудегі парад туралы Зеленский таңға жайып мәлімдеме таратты. Мәскеуде 9 майдағы парадтың амандығына кепілдік бере алмаймыз деді. Бұл сөз шыққаннан кейін Сербияның серіп басы аяқ астынан ауырып Мәскеудегі парадқа бара алмайтын болып қалды. Словакияның әсіре орысшыл путиншыл басшысы ол да Мәскеудегі парадқа бара алмайтын болып қалды. Естеріңізге салайын. Сербия мен Словакия НАТО құрамындағы әсіре ресейшіл шөл бар. Сербия, Словакия және Венгрия. Бүкіл дүние жүзінің сүмелектері 9 майда Мәскеуде парадқа барады екен. Қазақтың мына Ұрғашы Тақай сүмелегі бара ма, бармай ма? Бірінші сұрақ. Барады дейтіндер болса, барады деп, бармайды дейтіндер болса, бармайды деп жазыңыздар. Бір 30 ойнаған сияқты болайық. Осы Ұрғашы Тақай Мәскеудегі парадқа бара ма, бармай ма? Бұл бірінші. Екінші сұрақ. Жасылбай 9 майда Мәскеудегі парадты жара ма, жармай ма? Екінші сұрақ. Жасылбай менше Мәскеудегі парадты жармайдау деп те ойлаймын. Себебі әдетте қалқарада бұндай үлкен оқиғалар кезінде бір-біріне тиіспейді. Себебі бұл эстетика, қалыптасып қалған дипломатия, анау-мынау бәріне онша келіңкіремейді. Енді бірақ ашынып отыр енді. Оның да халқы қырылды, қаласы қирады, ол да ашынып отыр. Жарама, жармай ма? Оның қазір қолында Украина өзі өндірген Long Neptune деген, ұзын Нептун деген зымыраны бар. Ол зымыраны қазір Мәскеу, Петербургға жетеді. Және ол зымыранды ату үшін ол Америка мен Еуропадан рұқсат сұрамайды. Өз атам десе атады, шабам десе шабады. Жарама, жармай ма? Екінші сұрақ. Үшінші сұрақ. Бұл сұрақ қызық. Бұған енді ойланып жауап беріңіздер. Егер Тақай ернін бояп, сәнденіп, әтірін шашып, ернін қаймыжықтай қып, қып-қызыл қып бояп алып, беттіге опадалапты жағып, айнаға қарап, сәнденіп, былқылдап, сылқылдап, ой, шіркін-ай жаңағы, жанар оты жылтылдап, осы жолы Мәскеуде бағым жанып, біреуге тиіп кетсем, жолым ашылып, тастай батып, судай сіңіп кетсем жақсы еді. Мына Астанада мен сияқтылар аз екен деп, Мәскеуге барып, бұл кісінің енді жастық шағы, романтикасы, өмірінің ең керемет шағы, 12-де бір гүл ашылмаған кезде тура аузын ашып, сүйгенім, көзімді ашып, көргенім дейтін ең бір алтын кезеңі Мәскеуде өтті ғой. Сол Мәскеуде білім алды. Содан Мәскеудіке Пекинге қатшы бол деп оны жас кезінде Пекиндегі Совет одағының елшілігіне қатшылыққа жіберді. Сөйтіп, сіздердің Тақай гүлдеріңіз ерні басын бояп алып, былқылдап, сылқылдап, барын киіп, бақанын асынып, Мәскеуге бара ма, бармай ма? Егер барса, төбесінен Long Neptune зымыран ұрса, екі көзі алақтап, Путин екеуі қайта-қайта аспанға қарап, жалақтап отырған кезде зымыран ұра ма, дрон ұра ма, өлсе, енді сұрақ осы жерде келеді. Сіз қайғырасыз ба? Қайғырасыз ба? Аза тұтасыз ба? Ай, Тақай гүл-ай, бармайтын жерге барып, болмайтын жерден ажал құштың ау, Тақай гүл-ай деп. Енді сосын ана мұнафиқ тикток имамнан сұраңдаршы, дұға оқиым екен. Иманды болсын енді, жақсы кісі еді. Мені жұлдыз жасап еді, бүкіл телеарнасына шығарып, бүкіл облысына кемшіліктерге тапсырма беріп, енді жатқан жері жәннат болсын енді. Деп, тикток имам бұған дұға жасайым екен, сол тикток имамның тиктогында эфирде отырған кезде, егер Тақай гүл Мәскеуде ажал құшса, сіз дұға жасайсыз ба, жылайсыз ба, иманды болсын, жатқан жер жәннат болсын деп бет сипайсыз ба деп, одан да сұраңдаршы енді. Қысқасы 5-6 сұрақты бірақ жібердім енді. Қысқасы осылай. Ал енді бұл қызық оқиғалардың легі бірінен кейін бірі болып тұр. Енді оңтүстік Корейдің ақпаратында ашық айтып отыр. Оңтүстік Корейдің журналистері, оңтүстік Корейдің медиасы Қытайдың қысымына шыдамай, олардың журналистерін Қытай жерінен қуамыз дегесін. Олар Американың сауда министрлігіне, Қытайдың сауда министрлігінің өкілдерін таң бозынан Америка сауда министрлігіне кіріп бара жатқан жерінен фотоға түсіріп апты. Сосын оны үлкен залдың ішінде Қытайдың сауда өкілдері
Корейдің дәу фотоаппарат ұстаған журналистің ары қысып бері қысып фотосын өшірткізіпті, жарияламайсың деп келісімге отырыпты. Бірақ артынан тағы ақпарат шықты. Қытайдың сауда министрлігінің маңызды адамдары Американың сауда министрлігіне сол екі жақты сауда соғысын тоқтату туралы келісімге келуге жалынып жалбарынып келіпті. Енді қараңыз. Трамп пен Зеленскийдің бұл келісім шарты Путинге ауыр дейді. Бүкіл дүние жүзінің 99% сирек жер элементтерін өңдейтін, 70% сирек жер элементтерін шикі күйінде шетелге экспорттайтын Қытайға да ауыр дейді. Бұл сирек жер элементтер біріншісі электр көліктің моторына қатысты. Және сіздің жай көлігіңіздің де моторына қатысты. Бұл сіздің телефоныңыздың экранына қатысты. Батарейкасы литий батарейкасына қатысты. Электр көліктің батарейкасы литийге қатысты. Бүкіл компьютер, анау-мынау, ноутбук, бүкіл осы замандық ғылым осы сирек жер элементтеріне қатысты. Енді Қытай сирек жер элементтерін Америкаға экспорттамаймыз дегенде, Трамп алдыда Украинадан сирек жер элементін алатын болып шешкенде, Қытайдың бүкіл дүние жүзінің литий батарейкасы, компьютер технологиясы, зымыран технологиясы, машиненің моторы және электр қуатын сақтағыш, осы сияқты заттардың бәрінде Қытайдың үстемдігі аяқтады. Қытай үшін алғанда дәуір бөлгіштік сипатқа ие болды. Трамп бұдан бұрын Қытайдан келетін күн энергиясынан электр өндіретін күн энергиясы тақтайшаларын алмау туралы бұйрық шығарды. Және оның пайызын мен ұмытып қалдым. 1001 пайызға көтеріп жүрді. Енді ойлаңдар, бүкіл Шанши, бүкіл Қытайдың солтүстігіндегі Монғолия, бүкіл анау Шиянның маңы, тұтасымен бүкіл Еуропа, Американың күн батарейкаларына, аспанға қарап жайып қоятын күн тақтайшаларына материал өндіретін зауыттар еді. Тіпті мына Шыңжаң, оны құмнан жасайды, және ең бос жатқан далаға ана қалың тақтайшаны күнге қаратып қойып қояды. Африка бірақ сол болып кеткен. Америкада бір кезде ойбай су электр станциясынан энергия алу жетіспейді, атом зиян, сондықтан күннен, желден, судан энергия аламыз деп бұл тақтайшаларды дамытты. Трамп алды да бұның бәріне. Дамытсаң дамыт, энергияны қайдан алсаң одан ал, бірақ Қытайдан алмайсың деді. Бірдемге мың бірденке тариф енгізіп қойды. Ол деген сөз Қытайдың қазіргі бүкіл дүниеге экспорттайтыны сол сирек жер элементтер және оның өнімі, электр көлігі, телефонның экраны, литий батарейка, электр көлігінің моторы және күн батареясы тақтайшалары Қытай экспортының ең басты бөлігі. Қысқасы, Трамп Қытайды басы бүтін дүние жүзілік саудадан басы бүтін өлім шегінетіндей, өлім деңгейінде шегінетіндей. Немесе бүкіл дүние жүзілік саудада алаңында, үлкен сахнада, бүкіл дүние жүзінің сауда сахнасында Трампқа өлім үкімін оқыды. Кезінде Рейган барады. Екі Германия бөлініп тұрған кез. Сон Берлинге барып, мына Берлин қабырғасын құлату керек дейді. Рейган айтады. Көп өтпей Берлин қабырғасы құлайды. Неге? Совет басып алған Берлиннен Америка басқарып отырған Берлиннің ортасында үлкен дәу қабырғадан бірде-бір Америка басқаратын Берлиннен Совет басқаратын Берлинге қашатын бір адам жоқ екен. Керісінше Совет басқарып отырған Берлиннен анау Америка басқарып отырған Берлинге қашатын немістің көптігі соншалық шекарада солдаттарға атуды бұйрық берген. Атат. Берлин қабырғасы қан сасып кеткен ғой. Көрдіңіздер ме? Енді қызық. Кейін халықтың саяси санасы күшейіп, ең соңында бұл қабырға шағылып, екі Берлин бірмен бірі іркіліссіз өтетін боп, ал ең соңында екі Берлин қосылады. Екі Германия қосылады.
Сол кезде анау қабырғадан асып, биік бәлен қабат ғимараттың биіктігінде биік қабыр. Ана әділ еркін Берлинге қарай қашқан немістерге оқ атқан шекара қызметкерін соттайды. Оны сол кезде бұйрықты қатаң атқарушы деп марапаттаған, газетте аты шыққан жаңа шекарадағы снайпер, қабырғаның үстінде тұрып алып қашқан немістерді ататын. Соны соттайды. Сол кезде ол мұрнынан маңқа сағып жылайды. Мен бұйрықты атқардым дейді. Сол кезде соттың сөзі. Сен дейді, қаншама адамды аттың дейді. Ана сонда сені ана мылтығыңның оңғысын дейді. 1 сантиметр жоғарыға қарай атсаң болатын еді ғой дейді. Яғни сені оқ ат деген бұйрық берді дейді. Бірақ сен адамдарды атпай дейді. 1 сантиметр жоғары көтеріп, аспанға атуға да мүмкіндігің бар еді ғой. Сенің дәл тигізбеуге де мүмкіндігің бар еді ғой дейді. Сөйтсе анау әрбір сол қабырғаға өрмелеген немістің тура қақ шекесінен атып миын шашып отырған ғой. Сонысымен сыйлық алған. Сонда сот айтады, сен оқ атуға бұйрық алдың дейді. Бірақ дәл тигізбеуге құқың бар еді ғой дейді. 1 сантиметр ұңғыны жоғары көтеруге құқың бар еді ғой дейді. Тура осы сөз адамзат тарихындағы ең керемет сөз болып қалды. Мен осы сөзді қазіргі Қазақстан билігіндегі мынау шашал десе бас алып жүрген жалаң-жалаң еткен киім-бишниктерге, мына биліктің жалдамалы жазғыштарына, мынау биліктің итаяғынан жуынды ішіп отырған сұмырайларға айтам. Сендер белсенділерді соттайсыңдар, қамайсыңдар. Ата жұрттың басында бәленбай миллион штраф тұр. Бекзаттың басында түгенбай миллион штраф тұр. Астанадағы ата жұрттың белді мүшелері бәрінің басында бәленбай миллион тұр. Ата жұрт тіпті штрафты төлемейміз әзір. Төлеуден бас тарттық болды. Қолыңнан келсе басымызды шауып таста. Шаба алмайды. Неге? Трамп тұр. Ата жұрт деген бұл бренд не? Бұл Қытайдың қазақтарға жасаған геноцидін, ұйғырға жасайтын геноцидін, Шыңжаңдағы адамзатқа қарсы қылмысты геноцид әлемге ашқан ата жұрт. Сондықтан ата жұрт деп айтпаңдар. Сендер наразылық танытып, видео сөйлеңдер, бірақ ата жұрт деп айтпаңдар дейді. Алдымен біздің ата жұрт деген статусымыздан айырып, содан кейін ең соңында қалпақпен ұрып түрмеге тықпақ. Сондықтан ата жұрттықтар біледі. Жоқ, ата жұртпыз, ата жұрт. Сендер тіркелмегенміз. Онда заңсыз деп соттың үкімін шығар. Заңсыз деп шығара алмайды. Неге? Тақай Трамптан қорқады. Бұл басы бүтін Қазақстанды Ресейге, жартысын Ресейге, жартысын Қытайға бере салмақ. Тек халықтан қорқып отыр. Тақайдың бірінші жауы қазақ халқы. Екінші жауы Еуропа мен Америка. Міне, көрдіңіздер ме? Сол осы қазір биліктің жалаң-жалаң еткен арсыз атқарушыларына, киімбілерге, полицияға, сот, прокурорларға менің айтатыным. Ертең екі Германия біріккен кезде шекарада тұрып әрбір немістің басын оқпен тескен, миын шашқан жаңа шекарашыны кейінгі біріккен екі Германияның соттаған сияқты сендерді де соттаймыз. Сол кезде сендер мен бұйрықты атқардым деп жаңағы шекарашы неміс сияқты өздеріңді ақтай алмайсыңдар. Өздеріңді ақтай алмайсыңдар. Ата жұртқа келіп штраф салған, миқиып келген, ауылдан кеше келген миқибайлар менен сүмелектер. Біз тек бұйрық атқардық, бізге барып штраф салып кел деді деп ақтала алмайсың. Әрқайсың кетесің 10 жыл, 15 жыл арқалап. Өмірлерің түрмеде өтіп кетеді. Мен бұйрық атқардым деп ақтала алмайсың. Ешқайсың ақтала алмайсың. Міне, әңгіме осында тұр. Жаңа